Қазіргі жұмыс орныңыз Айсұлу апай музейде екен, иә? Оның тіл жанашыры үшін қандай маңызы бар? Осы тұрғыда өз ойыңызды айта кетсеңіз. Иә. Мен енді бұл музейге келгеніме көп болған жоқ. Бірақ бұл кәдімгі қоғамда бір ерекше орын алып тұратын мекеме. Шындығын айтсам, мен бірінші кезекте әлгі Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, Түркістан екі дүние есігі ғой дегендей, мен жалпы музейді екі дүние есігі деп қабылдаймын. Бұл жерде өткен мен бүгінгі күнде кездесіп тұрады. Бұл жерде өте көне заманда дүниеден өткен адамдар мен қазіргі адамдардың, тұлғалардың кездесуі болып тұрады. Сол сияқты бұл жерде тілдердің де үлкен мәнді мағыналық орны бар. Себебі бұл жердегі әр жәдігердің өзінің сөйлейтін, ішкі сырын айтатын және ғасырлардың үнін жеткізетін өзіндік тылсым сыры бар. Өте керемет. Айсұлу апай, сіздің музейіңізге, яғни мұражайыңызға барып, сол бір мұражайдағы асыл заттарды, көрнекіліктерді көріп, оларды оқушыларға дәріптеу де біздің басты мақсатымыз болады деп ойлаймын. Жалпы осы Батыр бабалар мемориалдық музейінде ғылыми жұмыс жасап жатқаныңыз үшін, өскелең ұрпақ үшін осындай игі шаралар жүргізіп жатқаныңызға сізге көптен көп рахмет деп айтқым келіп отыр. Осы тұрғыда Нельсон Манделаның мынандай пікірі бар. Егер біреумен түсінікті тілде сөйлессең, тіл табыса аласың. Ал оның ана тілінде сөйлесетін болсаң, ол сені жүрегімен түсінеді. Осы тұрғыда сізге сұрақ. Музейдегі қызметіңіздің тіл маманы ретіндегі шығармашылығыңызға ықпалы қандай? Өте жақсы. Енді мен осы сұрақты шынын айтсам күтіп отыр едім. Себебі жаңа біраз нәрсені басын ашып айтпай тоқтап қалғаным. Бұл сұрақ тура осындай сұрақ болса екен деп сенім де тегін емес. Себебі мен тілшімін, иә? Сіздер ойлайсыздар, бұл тарихшылар немесе мәдениет қызметкерлері, осы бағытта жұмыс істеп жүрген адамдар келуі мүмкін деп. Мен жаңа сіздерге айтып кеттім, екі дүние есігі деп, иә? Мына менің қолымда Жараған темір киімдер деген кітап тұр. Ал енді біздің музей түгелімен кәдімгі мынау елдік пен ерлік шежіресі десем өтірік емес енді. Шындығын айтсам, ол біздің тілші маман үшін, әдебиетші үшін, ол анау көне ғасыр фольклордан бастап қазіргі этнографиялық мына соңғы жетілген ғылыми негіздерге шейін келіп тірелетін дүние. Сонда мұндағы әр мына затты, жәдігерді қараған кезде, оны зерттеген кезде, сіз соның тілімен сөйлеуіңіз керек. Сол заманға баруыңыз керек. Мысалы, біз осы жақында ғана осы жерде мына дулығадағы әлгі шашақтар, сіздер бір ғана шашақтарды білесіздер. Аттың жалы. Иә? Бір дулығадағы. Ал енді жыға тағу деген осы жерде бір керемет қолданыс сөз бар. Егер ол сөзге тереңдесеңіз, ол жыға біресе шүперектік баулар болса, енді бірде ол аңның терісі болуы мүмкін, аңның құйрығынан жасалған болуы мүмкін, я болмаса жаңағыдай шашақтың түрлі-түрліліктері, я болмаса өрімдер, не бір сөзбен айтқан кезде сол жығаның өзінен сіз 60-70 сөзді қолданыс көреді екенсіз. Бір кішкене соны зерттеп кезде. Міне осындай нағыз тіл маманының осы жәдігерлерді қарап отырған кезде көне заман жәдігерлерінің өзімен кәдімгі өз тілінде сөйлесу үшін ол жерде көне түркі тілі де керек. Ол жерде көне жаңағы ғұн, мен өзім жалпы тіл маманы ретінде неше жылдар келе жатқанда ғұндар қай тілде сөйледі екен деп қызығып келе жаттым. Сонда Талғат Мұсабаевтың бір ғұндардан қалған бір құрмалас сөйлем деген, сонда бұғу жаңағы әлгі ғұнның қолбасшысы дейді, келіп мына тибеттік бір дін адамы жазып кетіпті, менен келіп сұрады дейді, менің әскерлерім тағы да жеңіске жетеме дегенде. Сонда жаңағын таза ғұн тілінде айтқан кезде бізге өте анық Арестов пен Васильевтің аудармасымен берілген. Сонда сол сөздің ішінде жаңағы үсі деген көне түркі тіліндегі әскербас дегеннен қалғанның барлығы қазақ тілінде қолданыстағы сөздер, түп төркіні сол. Сонда қарап отырсаңыздар, біздің ата-бабаларымыз біздің тілімізден алшақ кетпеген. Ал мына зерттеп отырған кезде кейбір сөздердің мәні мен мағынасы осы күнгі біз мағынасы деп тұрған сөздердің ішінен шығады. Сонда қарап бір керемет таңданасыз да.
Сондықтан бұл ешқандай да тілші я болмаса тарихты алалау немесе басқа деп бөліне алмайды. Бұл жерде бір-ақ нәрсе тұр. Бүлкілдеген тілдің тұнық тұнба бұлағы. Өте жақсы апай, жауабыңызға үлкен рахмет. Олай болса, келесі сөз кезегін мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, ақылшы ұстазымыз Сәрсенова Гүлмира Әбілда қызына береміз. Мен үшін қымбатты Айсұлу Асылханқызы, сізге Қоңыр мектебінің директоры Алмасбаева Қаламқас Қалиқызы және ұжымымыздың қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестігінің атынан алтын уақытыңызды бөліп, бізге сыр сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Біздің мектебіміздің оқушыларына қазақ тілінің, ұлттың қадір қасиетін, тілдің тағылымы туралы ой бөліскеніңізге рахмет. Осы орайда айтып өтетін болсам, оқушылар, Айсұлу апайларымен мен бірге Казгуде 5 жыл студенттік, қиынды да қызықты кездерді бір жатақханада, бір нанды бөліп жеген достарыңыз. Айеке, сізге алдағы уақытта үлкен шығармашылық табыс, жанұяңызға бірлік, бақыт, зор денсаулық, жас ұрпақты жолында аянбай еңбек етіп, бабалар мұрасын жас ұрпаққа жеткізіп жүре беруіңізге тілектеспіз. Рахмет көп-көп. Сіздерге де мектептеріңіздің ұжымына, Қаламқас Қалиқызына және осы жүрегі лүпілдеп, осыны қарап отырған, осы кішкентай лүпілдеген жүректеріңнен айналайын шәкірттердің барлығына және ұстаздарға осы жерде осындай бір әңгіме болады деп жан жүректерімен беріліп, ана тілдің ақ туын аспанға көтеріп, осылай барлығымыз бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, елдігімізді, ерлігімізді биік ұстайық. Біздің Батыр бабалар музейіне келіңіздер, сұхбатты сол жерде жалғастырайық. Еліміз аман болсын. Білімнің биігінде жүріңіздер, білімнің көкжиегінде өздеріңіздің орындарыңыз, өздеріңіздің табысты жүлделеріңіз, жеңісті шыңдарыңыз болсын. Рахмет апай. Айсұлу апай, бүгінгі сұхбатымыз оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға, олардың ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға ретінде қалыптасуына септігін тиді деп ойлаймын. Айсұлу апай, бүгінгі сұхбатымызға арнайы бізге жауап беріп, өз уақытыңызды бөлгеніңізге сізге көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз тек қана сыр сұхбат қана емес, сонымен қосымша оқушыларға арнайы тіл тағылымы тақырыбында дәріс болды деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Ұжым атынан да, мектеп атынан да көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, назар қарап қарағандарыңызға алғыс білдіреміз. Сау болыңыз апай. Сау болыңыз апай.